Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, баршаларыңызға қалайсыздар? Мен мынау Авилайн жайлы отзыв айтқым келіп отыр. Қызым 6 жаста. Анализ тапсырған кезде бізге первая степень анемия деп берген. Сонымен мен железощение берген жоқпын. Мен осы Авилайнды бердім. Неге? Егер баланың ағзасында құрт болса, егер бала зашлакованность болса, ешқандай витамин сіңбейді деп мен постоянно айтамын. Өйткені бала донер жейді, басқа жейді, жеме десе де, тәтті жейді. Сондықтан мен осы Авилайнды беруге шештім. Осы Авилайнды бердім. Кішкентай ғана қалды, мына ішінде уже жатар орынға 2 штук, 3 штук беріп отырдым 6 жасар қызға. Сөйтіп біз кеше осы алдыңғы күні анализ тапсырдық. И уже бізде ешқандай анемия жоқ, гемоглобины жоғары, ферритин жоғары, кальций все в норме. Анализдердің бәрі жақсы шықты. Мінекей осы Авилайн арқасында енді қазір біз Гепалайн ішіп жатырмыз.